Сәлем баршаңызға, сіздермен Сәндігүл. Бүгін біз үй жағдайында үйдегі бар заттардан жасалатын керемет торттың рецептімен бөлісетін боламын. Слипке қолданбайсыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Кеттік. Бізге осындай ыдысымызға осындай кәсемен толтырып ұнымызды салам, және оның үстіне 2 ас қасық какаомызды қосамыз, және де оның үстіне кішкентай ас қасықпен ас содамызды салып, жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Міне осындай қоңыр цвет пайда болу керек. Одан кейін осындай ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Міне 3 жұмыртқамыз жарып болғаннан кейін үстіне осындай кесемен шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осындай ақшыл цвет пайда болу керек. Оның үстіне айранымызды құйып, бір кесе, одан кейін 2 ас қасықпен сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстімізге мына ұнымызды қоса отырып, сұйық қамыр илейтін боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай жақсылап осылай араластырғаннан кейін осындай тесто пайда болады. Одан кейін оны осындай формамызға салып орналастырамыз, және де осы кезде алдын ала пешіңізді қыздырып қойыңыз. 180 градус температурада 20-25 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне осылай дайындап алдым. Осыдан кейін салатын боламын. Енді кезекте сіздерге крем дайындауын көрсетемін. 2 жұмыртқамызды осылай ыдысымызға салып жарамыз. Одан кейін үстіне шекерімізді саламыз, 80 грамм. Одан кейін осындай ванилиннің бір несін қосып жібересіздер. Одан кейін барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін, міне барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 80 грамм ұнымызды қосып, тағы да араластыратын боламыз. Міне жақсылап тағы да оны араластырып аламыз. Барлығын толық араласу керек. Одан кейін оның үстіне 500 грамм сүтімізді қосатын боламыз. Яғни сүтімнің мұнда жартысын ғана қосасыздар. 500 граммдай жартысын қосып, тағы да араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін осымызды қазір отқа қойып қайнататын боламыз. Міне жақсылап осылай араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін осылай отымыздың астына қойып, отымыз орташа отта болу керек. Жақсылап араластырып отырамыз. Араластырғанда тоқтамай үздіксіз араластырып отырамыз. Сол кезде міне осындай қою масса пайда бола бастайды. Осы масса пайда болғаннан кейін үстіне мына қалған сүтіміздің барлығын құйып жібереміз де тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Міне осылай жақсылап барлығын араластырамыз. Тоқтамай үздіксіз араластырып отырасыздар. Міне осындай қою пайда болады. Тағы да ары қарай жалғастыратын боламыз. Міне қазір крем тәріздес, қою тәріздес бола бастайды. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай масса пайда бола бастайды. Достар, қазір описанияға жазып кетемін нақты керекті нелерін, құрамдарын, содан көрсеңіздер болады. Міне осындай масса пайда болғаннан кейін 150 грамм сары майымызды қосып, немесе 100 грамм сары май қоссаңыздар да болады. Қосып, жақсылап барлығын араластырып болғаннан кейін отымызды өшіретін боламыз. Міне көрдіңіздер ме, масса осындай крем пайда бола бастайды. Міне бізде креміміз осындай болып болады. Одан кейін осыны астын өшіргеннен кейін басқа ыдысқа құйып суытуға қоямыз, және де үстін осындай пищевоймен жауып холодильникке салқындатып қоямыз. Достар, менің каналымда басқа да жеңіл рецепттердің сіздермен бөлісетін боламын. Мен каналыма тіркеліп көрсеңіздер болады. Осылай пищевоймен жапқаннан кейін холодильникке салып қоятын боламыз. Бір 10-15 минутқа қойсаңыздар болады. Менің бисквитім міне пісті. Енді кезекте үсті көмпиіп тұрған жерлерін осылай пышақтың көмегімен барлығын алып тастайтын боласыздар. Яғни бетін тегістеп аламыз. Крем жағуға өте ыңғайлы болу үшін осылай барлығын кесіп алып тастайсыздар. Одан кейін кесіп болғаннан кейін дәл ортасынан осылай пышақтың көмегімен, или өздерің жіптің көмегімен осылай екі ортасынан бөліп алыңыздар. Мен осылай пышақтың көмегімен осылай бөліп алдым. Міне менде осындай болды. Енді кезекте мен сіздерге міне кремді көрсетейін. Міне крем осындай қою, күшті болып шықты. Дәл осылай крем жасасаңыздар болады, және де басқа да осындай пирогтарға қолдансаңыздар да болады. Енді кезекте осы бөлгеннен кейін осылай кремімізді алып, ортасына осылай жағатын боламыз, жартысын алып. Міне осындай пышақтың көмегімен барлығын толықтай шетіне дейін барлығын жағып шығыңыздар. Міне жағып болғаннан кейін үстіне мына екінші немізді қоямыз да, тестінің үстін. Қалған осылай үстіне жағатын боламыз. Және де мен оның жан жақтарына да барлығына жақтым. Дәл сіздер де солай жағыңыздар.
осылай кремнің барлығын істеп жағып шыққаннан кейін мына қалған бетінде алған мына тестіміздің нелерін блендерден өткізіп осылай мен жан-жағына осылай жағып шықтым, әдемілеп осылай жағып шықтым. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Міне достар, менде тортым дайын. Холодильникке 1 сағатқа, 1,5 сағатқа қойдым, салқындатып. Міне осындай болып шықты. Жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Шаймен күшті кетеді. Рахмет, сау болыңыздар.